Сәлеметсіңдер ме? Көлік колледжінің 13 ТРК топ студенттері. Қазақ әдебиеті пәніне қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Оралхан Бөкей «Қар қызы» повесі. Жерлесіміз Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Әкесі Бөкей сөзге шешен, рухты кісі болған. Анасы Ділмар көреген адам болған. Отбасында 5 қыз, Шолпан, Аймен, Ләззат, Мәншүк, Ғалия және Оралхан. Оралхан дүниеге келгенде соғыс жылдары болғандықтан, анасы Күлия әкесі еңбек майданынан аман-есен оралсын деп атын Оралхан қойған екен. Ол 1961 жылы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Шыңғыстай орта мектебін бітірген соң аға пионер вожатый және Алтай совхозында тракторшы болып жұмыс істеген. 1963-69 жылдары Оралхан Бөкей Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін сырттай оқиды. 1965-68 жылдары ол Байшынарым ауданының Еңбек туы газетінде корректор, аудармашы, редакторының орынбасары, Шығыс Қазақстан облысының Коммунизм туы газетінде әдеби қызметкер болады. Алты алашты аузынан қаратқан атақты жазушы, философ, драматург, жер шарының алдыдан бір бөлігіне небір танымал жазушылардың таңдайын қаққызған, Европа мен Азияның бірқатар елдерінде кітаптарын бастырған, жастар сыйлығының, республикалық Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Оралхан Бөкейдің «Қар қызы» повесінде Алтайдың қақаған аязында далада қалған 3 жігіттің жайы сөз болады. Әкелері соғысқа кетіп, сонда қаза тапқан жігіттер соғыстан кейін туылған. Ауыл басшысының бұйрығымен қыс ортасында шалғайдағы ауылдан шөп әкелуге аттанған 3 жігіттің бастан кешкен оқиғасы повеске арқау болады. Негізгі кейіпкер Нұржан мен жанындағы 2 жолдасы шөп әкелуге бара жатып шалғай ауылдағы кемпір шалдың үйіне түседі. Олардың Алмажан есімді бір қызы бар. Қыз бойында әлдеқайда жұмбақ жатқандай еді. Мұнан соң алыс сапарға қайта атанған жігіттер бірер күннен кейін айдаладан жалғыз үйді көреді. Ол үйдің иесі Кержақ шал еді. Түнеуге сұранған жігіттерді шал самарқау қарсы алып, ас су беруге де жарамайды. Нұржанның жанындағы жолдасты Аманжанның мінезі де, түрі де үйіне түнеуге рұқсат еткенін міндетсінген Кержақ шалдан айнымайтын еді. Ертесіне шалдан жол сұраған жігіттерге Кержақ шал бұрыс жол көрсетіп адастырып жібереді. Жапан далада ақ қардың арасында қалған үшеуінің өлім мен өмір арасындағы күресі енді басталған еді. Жылнарға пана таппаған үшеуі ұйықтап кетіп, жан тәсілім етудің аз-ақ алдында қана қалғанда Қар қызы Нұржанды оятады. Сөйтіп, 3 жігіт өлімнен аман қалады. Сыңсып ән салатын Қар қызы Алмажан мен Нұржан бас қосып шаңырақ көтереді. Аманжан Кержақ шалдың үйінде қалады.